Баршаңызға сәлем достар. Әрқашанда қолда бар өнімдерден қызғалдақтар жасаймыз. Қабатты құрылымды, қамыр сыртынан қытырлақ, қатпарлы қамырдан өте ұқсас әртүрлі салмалармен жасауға болатын осындай қызғалдақты самса жасайтын боламыз. Өте сондай дәмді болып шыққан. Ең алдымен ыстық суымызға тұзымызды салып, міндетті түрде суымыз ыстық болуы қажет. Сармайымызды ертіп алып, оның үстіне құйып, және үстінен ыстық суымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осылай қамырымызды илеп, тынғанша бетін жауып қоятын боламыз. Мінекей осылай бірнеше минуттардан кейін, осылай тынғаннан кейін, ұзыннан ұзақ бөліктерге бөлетін боламыз. Бөліктерге бөліп, дөңгелететін боламыз. Мен фарштан куриный фарш қолдандым, және де пияз, және де перецімізді қосып, осылай араластырып дайындап қойдым. Енді тестамызды алып, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Осындай дәу мөлшерде болса да іштен кетпейді. Одан қорықпаңыздар, осындай көлемін дәуірек етіп жайып алатын боламыз. Енді пышағымыздың көмегімен дәл ортасындағы центрінен төмен қаратай осылай кесетін боламыз. Бір жәніне ғана, бір бұрышына ғана осы фаршымызды салып, бір қайтарып, жан-жағын бекітеміз, және де ромби етіп айналдырып шығатын боламыз. Неке видеода көріп тұрғандай жасасаңыздар болады, өте оңай жасалынады, әрі дастарханның көркін ашады. Астыңғы жағын осылай бітеп қоятын боламыз, яғни біздің фаршымыздың суы ағып кетпес үшін. Неке қараңыздар, сондай тюльпанға өте ұқсас болып шықты. Және де біреуін жасап көрсететін боламын. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, дәл ортасынан бастап, осы жан-жағы шет жері қалыңдау болса, осылай қолымызбен істеп, бір жағын ғана кесіп, фаршымызды салып, қайттан ромби етіп, айналдырып шығатын боламыз. Өте оңай достар жасалу жолы. Кез келген осы тестамен де жасай берулеріңізге болады. Бірақ осы қолдың тестасы сондай дәмді, керемет болып шығатын болады. Астыңғы жағын бітеген кезде осылай бітейтін боламыз. Мінекей достар, противинге барлығын салып алдық. Енді жұмыртқамызды осылай беттеріне жағып шығатын боламыз. Яғни жан-жанына осылай жеткізіп, барлық жеріне жеткізіп, және де кез келген күнжіт, мак, кез келген өз қалауларынша сеуіп, пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің осы тюльпандарымыз пісіп шықты. Сондай томпиып, борсиып тұр. Өте керемет болып тұр, қараңыздаршы. Сондай керемет болып піскен. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болған соншалықты. Тестасын өзі песочный, сондай керемет теста болып шыққан ғой. Слоеный теста секілді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сондай керемет ауызда еритін болып шығады. Яғни бұның мастер-класстары көбінше сатылып жүр. Ал мен сіздерге осы оқырмандарыма тегін нұсқасын ұсынбақшымын. Қараңыздар, тегін нұсқасы сондай керемет болып шыққан. Достар, менің еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, колокольчикті басып, все де басып қоюды ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк қойып, комментария жазуды ұмытпаңыздар достар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы.